Кедейлікке себеп болатын амалдар. Біріншісі, тұрып дәрет сындыру. Екіншісі, ыдысты жумастан пайдалану. Үшіншісі, әке-шешеге жаман дұға жасау. Төртінші, шалбарды тұрып кию. Бесінші, жүніп күйде, яғни ғұсыл алмастан тамақ жеу. Алтыншысы, нанның ұсақтарын көп басу. Жетіншісі, дәрет сындырған жерде дәрет алу. Сегізіншісі, жалаңаш күйде ұйықтау. Тоғызыншысы, ата-анасын атын атап шақыру. 10-шы, шамды үрлеп өшіру. 11-ші, барлық істі бисмиллах деп бастамау. 12-ші, ғалымдардың, яғни үлкен кісілердің алдын кесу. 13-ші, бетті етегімен сүрту. 14-шісі, ыдыс-аяқтың бетін жаппау. 15-шісі, киімді киіп тұрған кезде үстінен тігу. 16-шісі, үйде өрмекші торларының болуы.